Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бәрі де Мадина мені мамасымен таныстырғаннан басталды. Мадина екеуміз 1,5 жылдан бері жүріп жатырмыз. Күндізгі уақытта ата-анасы жұмыста болғанда оның үйінде отыратынбыз анда-санда. Жаман ойлап қалмаңдар, ол әлі 17 жаста ғана. Сол үшін бетін ашуға қимаймын. Бірде мамасы жұмыстан ерте келіп қалды. Жүрегімнің соғысы жиілеп, кірерге тесік таппай тұрмын. Қазір мені де қызын да оңдырмайтын шығар деп. Бірақ олай болмады. Бірден күлімсіреп, болашақ күйеу бала келбетті екен, деді. Менде үн жоқ, төмен қарадым. Мадина, мам, танысып қойыңыздар, деді. Гүлзада деп қолын ұсынып, сылаң қаққанда барып есімді жидым. Содан бастап оны Гүлзада апай деп атап кеттім. Гүлзада апаймен жақсы араласып кеттік. Үйлеріне де емін-еркін кіріп шығып, шәй ішіп, әңгіме-дүкен құратынбыз. Оның маған қараған көзқарасының астарында бір сыр жататын. Кейіннен білдім, ол Мадинаның туған анасы емес. 4 жаста болғанда әкесі Гүлзада апаймен үйленеді де, бұл сенің анаң деп айтады. Ал өз анасы жайында сұрағанымда, Мадина бұл жайында екінші рет әңгіме қозғамауымды өтінді. Туған анасы болмаса да, екеуі осы күнге дейін бір ретте ренжіспеген екен. Әрине, анандай сөзі майда, эмоцияға берілгіш, сенің ойыңды айтпай тұрып оқып қоятын әйелмен ренжісу мүмкін емес. Қысқы демалыста Мадина ауылға ата-әжесіне кететін болды. Гүлзада апай екеуміз оны шығарып салдық кешкі автобусқа. Бұл кезде Мадинаның әкесі іссапармен басқа қалаға кеткен. Негізі ол әскери адам, үнемі іссапарда жүреді. Қайтар жолда бір жерге барып тамақтанып алу туралы ұсыныс айтты. Мен қуана келісе кеттім. Жолай бір кафешкаға кірдік. Мен ол кафешканың курилкісіне барып тығылып темекі тартып келгенше тапсырыс беріп күтіп отыр екен. Әңгімелесіп біраз отырғасын кәуап та келді. Жанында шараппен 2 бокалы да бер. Мен аң-таң. Гүлзада апай маған күлімдеп бір қарап, әкесі мен қызы жоқта өзіміз тойлап алайық, деді. Ең алдымен шарап құйып, қағыстырып ішіп алдық та тамақтануға кірістік. Бір шиша шарапты да тауысып қойыппыз тамақпен бірге. Содан не керек, екіншісіне тапсырыс берді де шығып келейін, деді маған. Өзі бастап тұп-тура әлгіндегі мен барған курилкаға барып, сөмкесімен бір қорап темекіні алып шығарып, барып тұтатып, құшырлана сорғанда мен тағы аң-таң болып қалдым. Сол жерде темекі тартып алып, қайта кіріп екінші шарапты аштық. Жаңағы темекінің әсері шараптың әсерінен араласты ма білмеймін, Гүлзада апайым көңілленіп, лепіріп сөйлеп бастады. Қысқасы мас болып кетті. Қызықты әңгімелер айтып отырып, өзінің күйеуіне көңілі толмайтынын да айтып қалды. Ол кісі іссапарда жүргенде түнімен төсегінде тыпыршып, аласұрып шығады екен. Сондай қатты қалайтын осы жерден-ақ белгілі болды. Түн болып, кафешканың музыкасы да қатты шығып, жарықтары да ала көлеңке үйге ене бастады. Бір вальс әуені қосылғанда билеп қайтайық деді. Тұрып билеуге шықтық. Менің бір қолым оның белінде, екінші қолыммен қолымды ұстап алған. Ол менің қолым ұстап тұрған қолымды беліне апарды да мойныма асылып алды. Денесін жақындатып, 2 омырауын кеудеме тигізгенде есім ауысқандай күй кешіп, еріксіз төмен қарай түсіп, жамбас жағын ұстап жібердім. Сол жерден әуенде тоқтап біз үйге қайтатын болып шештік. Үйге келіп кірген бойда курткаларымызды шешіп тастап, аймаласуға кірістік. Әтірінің иісі мұрнымды жарып барады. Жәймендеп ернінен сүйіп, тамағының астынан өбіп, кеудесін ашып жіберсем, тырсиып тұрған 2 омырауы есімді мүлде алды. Сөйтіп бүкіл денесін сүйіп,
аймайлай бастадым. Осылайша таңға дейін қырынан жатып қырғын қызыққа батыстық. Біраз уақыт бұл оқиғадан кейін ыңғайсызданып жүрдім. Оның үйіне де көп жақындамай, Мадинамен де далада кездесіп айтып қоя ма дегендей қорқыныш болды. Бірақ солай бәрі жалғасып жатты. Бірде көрші Сережамен ішіп отырып осы оқиғаны айттым. Ал ол болса: «У нас у русских тишу обязательно имеем. Это норма», деп біраз болсын көңілімді орнына түсірді. Егер болашақта Мадинамен бас қосып жатсам, қайын енеммен болатын неше түрлі алапаттар күтіп тұрғаны анық.